Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 40-шы сабақ 6 санын қосу және азайту. Бүгінгі сабақта біз 6 санын қосу және оны азайтуды үйренетін боламыз. Алдымен бірінші тапсырмаға қарайық. 6 санымен мысалдардың қалай құрастырылғанына қара дейді. Ортада бізде көк түсті және күлгін түсте тәрелкелер берілген. Яғни сол жақта 1 қосу 6 және 6 қосу 1. Яғни бірінші суретте бізде көк түсті тәрелкенің саны 1, күлгін түсті тәрелке бізде 6. Яғни 1-ге 6-ны қосамыз. Жауабы 7 болады екен. Енді керісінше 6-ға 1-ді қосатын болсақ, жауабы 7-ге тең екен. Келесі бізде екінші суретте 2 көк түсті және 6 күлгін түсті тәрелке бар екен. Енді біз бұл жерде 2-ге қосамыз 6-ны. Тең болады 8-ге тең. Енді 6-ға 2-ні қосамыз. Тең болады 8. Келесі бізде үшінші 3 көк түсті тәрелке және 6 түсті күлгін тәрелке берілген екен. 3-ге қосамыз 6-ны, тең болады 9. 6-ға 3-ті қоссақ, тең болады 9 екен. Енді соңғысы бұл жерде 4 көк түсті тәрелке және 6 күлгін түсті тәрелке берілген екен. Яғни 4-ге 6-ны қоссақ 10-ға тең, 6-ға 4-ті қоссақ 10-ға тең болады екен. Енді үшінші бағанда бізде берілген керісінше азайту. Яғни 7-ден 6-ны азайтсақ, 1-ге тең екен. 8-ден 6-ны азайтсақ, 2-ге тең екен. Келесі 9-дан 6-ны азайтамыз, 3-ге тең екен. 10-нан 6-ны азайтсақ, 4-ге тең болады екен. Келесі бізде осы бірінші тапсырманың жалғасы бойынша тапсырмалар берілген. Сурет бойынша қосуға және азайтуға мысалдар құрастыр. Яғни бұл жерде мысық. 6 сары түсте, 2 қара түсте мысық көрсетілген. Яғни суретке қарап мысал жасауымыз керек. Яғни 3 сары түсті мысықты алатын болсақ, оған 1 қара түсті мысықты қосайық. Сонда 3-ге 1-ді қоссақ 4 болады екен. Енді керісінше 1 қара түсті мысыққа 3 сары түсті мысықты қосайық. Сонда тең болады 4. Енді керісінше азайтамыз. 4-тен 1-ді алсақ тең болады 3. 4-тен 3-ті алсақ тең болады 1-ге тең екен. Енді келесі тапсырма есіңде сақта. Яғни 10 саны берілген. Оның құрамы 6 және 4 деп берілген. 6-ға 4-ті қоссақ 10 болады. 4-ке 6-ны қоссақ 10 болады екен. Келесі бізде 9. Оның құрамына бізге 6 мен 3 саны берілген. Яғни 6-ға қосамыз 3-ті 9-ға тең. 3-ке 6-ны қоссақ 9-ға тең болады екен. Келесі бізде 8. Оның құрамы 6 мен 2. 6-ға 2-ні қоссақ 8. 2-ге 6-ны қоссақ 8-ге тең болады екен. Келесі бізде 7 санының құрамы 6 мен 1. 6-ға 1-ді қоссақ 7. 1-ге 6-ны қоссақ 7 болады екен. Балалар, келесі бізде номері 2-ші есеп өзіндік жұмыс. Сандардың құрамын айт, азайтуға мысалдар құрастыр дейді. Яғни бізге 8 санның құрамын табу керек. Бізге 6 деген сан берілген. Яғни 8-ден 6-ны азайтсақ 2-ге тең болады. 8-ден 2-ні азайтсақ 6-ға тең болады екен. Келесі бізде 7 саны берілген, оның құрамын табу үшін 6 саны берілген екен. Және бізде 7-ден 6-ны азайтсақ 1-ге тең, 7-ден 1-ді азайтсақ 6-ға тең екен. Яғни 7-нің құрамы 1 мен 6 көрсетілген.
Келесі бізде 9 саны. 9 санының құрамында бізге 6 берілген. 9-дан 6-ны азайтсақ 3-ге тең. 9-дан 3-ті азайтсақ 6-ға тең екен. Келесі балалар бізде номері 3-ші есеп. Есепте дейді. Сандарды 6-ға арттыр. Яғни қосамыз. Бізде жоғарыда 2 саны берілген. 2 санын 6-ға арттыратын болсақ, 2-ге 6-ны қоссақ 8 болады екен. Одан кейін 1 саны берілген. 1-ге 6-ны қоссақ 7 болады екен. Одан кейін бізде 0 саны берілген. 0-ді 6-ға қоссақ 6-ның өзі шығады екен. Келесі бізде 4 саны берілген. 4-ге 6-ны қоссақ 10 болады екен. Соңғысы бізде 3 саны. 3-ге 6-ны қоссақ 9 болады екен. Енді астында керісінше сандарды 6-ға кеміт деген тапсырма тұр. Енді біз бұл жерде керісінше 6-ға кемітетін боламыз. 6 саны берілген бізде 6-дан азайтамыз 6-ны. 0-ге тең болады екен. Келесі бізде 9. 9-дан 6-ны алсақ 3-ге тең. 8-ден 6-ны азайтсақ 2-ге тең. 10-нан 6-ны азайтсақ 4-ге тең. 7-ден 6-ны азайтсақ 1-ге тең екен. Осылай жазып шығамыз. Келесі балалар бізде номері 4-ші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды қалай таңдауға болатынын түсіндір. Яғни 6-ға қандай санды қоссақ 7-ге тең болады екен. Яғни 1-ді қосамыз. 1-ге 6-ны қоссақ тең болады 7. Келесі бізде астында 2-ші. 2-ге қандай санды қоссақ 8 болады. 6-ны қоссақ 8 болады екен. Келесі бізде 3-ші. 6-ға қандай санды қоссақ жауабы 9-ға тең. Яғни 3-ті қоссақ 9-ға тең болады екен. Келесі бізге 4-ге 6-ны қоссақ 10-ға тең болады екен. Енді керісінше азайту. 10-нан 6-ны азайтсақ 4-ге тең. 9-дан 6-ны азайтсақ 3-ге тең болады екен. Және енді керісінше 8-ден 6-ны азайтсақ 2-ге тең болады екен. Және 7-ден 6-ны азайтсақ тең болады 1. Осылай жазып шығамыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар.